Әлемдік ұрыс тактикасын өзгертетін Қызыл Елма ұшқышсыз жойғыш ұшағы 2022 жылы 14 желтоқсанда алғаш аспанға көтерілді. Байрақтар Қызыл Елма, қазақша айтқанда Қызыл Алма, Миус жобасының бөлігі ретінде түрік қорғаныс компаниясы Байкар Макина әзірлеген дыбыстан жоғары жылдамдықта ұшатын реактивті ұшқышсыз ұшу аппараты. Яғни Қызыл Алма бұл жауынгерлік ұшқышсыз авиация кешені болып табылады. Компания ұсынған мәліметтерге сәйкес, ұшқышсыз ұшу аппаратының жұмыс биіктігі 12.000 метр, яғни 12 километр. Бірақ соңғы мәліметтерде бұл сан 14.000 метрге дейін үлкейгенін айтады. Ұшу салмағы 5,5 тонна, пайдалы жүк салмағы 1,5 тонна, ал оқ-дәрі сыйымдылығы 1 тоннаға дейін жетеді. Қызыл Елма украиндық Ивченко Прогресс турбо желдеткіш қозғалтқышымен жұмыс істейтін АИ-25Т-ЛТ қозғалтқышы бар модификациясы дыбыстан жоғары жылдамдыққа жақын болса, бұл дыбыс жылдамдығына жақын деген дыбыс жылдамдығынан асып кетеді деген сөз емес. Ал түріктік модификациясы, яғни ТФ-6000 қозғалтқышы орналасқан модификациясында Қызыл Елма дыбыстан жоғары жылдамдықпен ұша алады. Айта кетейік, дыбыс жылдамдығы 342 метр секундты құрайды, яғни 1 секундта 342 метр жүріп өтеді. Ал километр сағатпен айналдырсақ, 1 сағатта 1280 километр. Қызыл Алма әуе жер және әуе миссияларын орындауға қабілетті. Ұшқышсыз ұшақ жүк тасымалдауға да қабілетті. Сондықтан қысқа ұшу-қону жолақтарында қонуға және көтерілуге арналған. Ол сайып келгенде қазіргі уақытта круиздік сынақтарды өткізіп жатқан Анадолу амфибиялық шабуыл кемесімен жұмыс істеуі керек. Жаңа жасырын ұшқышсыз ұшақ белсенді электронды сканерленген массив, яғни AESA, жоғарғы технологиялы радарлармен жабдықталған. Ұшақ 2 ауа кірісі арқылы қоректенетін турбо желдеткіш қозғалтқышмен жұмыс істейді. Ауа кірісі 2 турбо желдеткіш арқылы, ал қозғалтқыш 1. Ұшақта маневр қабілеттілігін арттыру немесе негізгі қанаттың ауа ағынын жақсырақ басқару үшін біріктірілген канард, яғни қосымша қанат басқару элементтері бар. Ішкі техникасы әуе кемесінің радарға көрінбейтін мүмкіндігін сақтай отырып, даулы ортада жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ендеше Қызыл Елманың жалпы сипаттамасын айта кетейік. Сыйымдылығы 1500 кг, ұзындығы 14 метр 70 сантиметр, қанаттары 10 метр, биіктігі 3 метр 30 сантиметр. Қорытындылай келе, Қызыл Алма ұшқышсыз ұшағы әуе операцияларына деген көзқарасымызды қайта анықтауға арналған әмбебап және қуатты платформа болып табылады. Ағылшын тілінен аударған және дыбыстаған Сатмағамбетов Асылжан Сержанұлы.